Мына 3 түсті көрген болсаңыздар, немесе көріп қалатын жағдай болса, оларды еш қашан игнор жасауға болмайды. Өйткені именно сол түстер сіздерді ескертеді. Біріншісі, түсіңізде жануардың сізді тістеп алғанын көру. Кез келген жануар қайда болсын, қасыңызда кім болса да, бұл үлкен ескерту. Сізді жақын адамыңыз сатып кететін болса, немесе соны ойлап жүрген болса, сізді алдап келе жатқан болса, осындай түс көресіздер. Екінші түс, түсіңізде бірдеңе жеп жатқан болсаңыз. Бұл түс ең қауіпті ескертулердің бірі. Фрукты бар ма, тамақ бар ма, неважно, егер түсіңізде бірдеңе жеп жатқан болсаңыз, өміріңізге опасный бір ситуация жақындап келе жатыр деген сөз. Сондай түс көрген болсаңыздар, дәл қазір не ойлап жүрсіз, не істеп жүрсіз, барлығына мұқият ойланып қарап көріңіз. Ал үшіншісі, бірдеңе айтып алайын. Күні кеше қаншама адам күткен слабый герой дорамасының 2-ші сезоны бізді күттіріп ақыры шықты ғой. Және оны бірінші болып Лок-Локтан көре аласыздар. Тартып алыңыздар. Ал 3-ші түске оралайық. Егер сізге түсіңізде біреу тұр деп айтып жатса, айқайлап жатса да, сыбырлап айтып жатса да, егер түсіңізде біреу сізге тұр, оян деп айтса, онда тура сол моментте ұйқыдан оянып кетуіңіз керек. Өйткені басқа жақта срочный бірдеңе болып қалды деген сөз. Ал осы 3 түстің теориясынан сенесіздер ме? Ойыңызбен бөлісіп, кейін Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл?